Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі біздің сынып сағатымыздың тақырыбы өрт қауіпсіздігі туралы жалпы ережелер мен мәліметтер. Сабағымыздың жоспары: жану түрлері, өндірісте болу себептері, өндірістің, технологияның өрт қаупі дәрежелері, өрт сөндіруші аппараттар, өрт сөндіру техникасы мен жабдықтары. Өрт дегеніміз не? Өрт бұл заттық құндылықтарды жоятын және адамдардың өміріне қауіп-қатер туғызатын жанудың бақылауға алынбайтын үрдісі. Өртті сөндіруден гөрі алдын алу анағұрлым жеңілдірек, сондықтан барлық сақтық шараларын сақтау қажет. Жану түрлері, өндірісте болу себептері. Өрттің алдын алу шаралары. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.